қайырлы күн баршаңызға. Адамдарда бар ғой, шейнахсихондроз деген болады. Желкенің мысалы бүкірейуі, бүкірейіп жүру, сутулус дейді ғой. Сосын жауырын жабысу болады. Сондай шейнохсихондроз, яғни желке ауырады, бас ауырады, жүргенде бүкірейіп жүресің. Соның бәрін реттеу үшін упражнение бар. Еш қиын емес, мынандай пластмасс строительный базарларда мынандай пластмасстар сатылады, трубалар, мынандай труба. Яғни пластмасса труба ма, болмаса спортивный товарларды зат магазин дүкендерде мынандай арнайы таяқшалар сатады. Болмаса оқтау, осындай зат аласыз, өзіңіздің неңізге байланысты, бойыңызға байланысты. Мысалы менің бойым 1,80, сондықтан мен биігін аламын да, өзім бойым 1 дейін, өйткені қолым ұзын ғой. Сондықтан осындай зат аласыз да, күніге 5 минут, 3-4-5 минут жетеді. Көп емес. Күнге мен былай қыласыз, мына былай артқа қарай жүргізесіз. Міне, сөйтіп алға қарай жүргізесіз. Міне, былай қараңыз. Міне, көрдіңіз, былай, сосын былай. Көрініп тұр, былай, сосын былай. Яғни, осыны упражнение болмаса, былай енді 50 рет жасауға тырысасыз. Міне, былай. Осы таяқшаны былай айналдырасыз өзіңіздің. Керісінше айналдырасыз былай. Былай. Осылай керісінше айналдырасыз. Осының бәрі өзі жауырынның ашылуына, яғни шейнохсихондрозға, миға жақсы қамдарады. Адам бүкірейіп жүруі кетеді де, адам жаңағы боқтаудай әдемі болып сымбатты болады. Осыны жасап көріңіздер.